أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور यानी वो लोग हैं Bismillahirrahmanirrahim. खुश हैं तो वो नमाजों को कायम करेंगे Уәделенген Масихтың और नेक बातों को алейхиссалам 5-ші халифы करेंगे Хазіреті सब कामों का अंजाम Мирза Масрур Ахмадтың ол кісіге Аллах жәрдемші болсын. Оқыған Құран аяттарының аудармасы мынадай. Егер біз қайсы біреуді жерге нықтап орналастырсақ, олар намаздарын толық оқиды, зекеттерін береді, және жамандықтан қайтарып жақсылыққа шақырады. Әрі барлық істің соңын Аллах шешуші. Бұл аятта Аллах Тағала мүминдердің назарын мына нәрсеге аударуда. Яғни, шынайы иман келтіргендер дүниелік нәрселерге қолы жетіп, жерде нықтап жүрсе де, өзінің әлсіз күйінен кейін күйі жақсарып, өз дінін еркін түрде насихаттай алып, ғибадат жасаса да, өз нәпсісінің құлы болып кетпейді. Керісінше, олар намаздарын толық оқып, мешіттерін жандандырады. Олар адамзатқа қызмет етеді, тақуалық танытып, өз дүние мүліктерінен кедей міскіндерге беріп, Аллахтың діні таралу үшін құрбандық жасап, мал мүліктерін тазартады дейді. Олар жақсылықты өздері ғана жасап қоймайды, сондай-ақ басқаларды да жақсылық жасауға үгіттейді. Олар Аллах Тағаланың алдындағы өз міндеттерімен қатар, оның құлдарының алдындағы міндеттерін де орындап, өздерін де, өзгелерді де жамандықтан қайтарады. और दूसरों को भी बुराइयों से रोकने वाले हैं और क्योंकि ये सब олардың іс-әрекеттерінің барлығы тақуалық болып, Хақ Тағаланың әміріне байланған соң, сол үшін де Аллах Тағала олардың амалдарының соңын берекелі етеді. Өйткені әрбір істің соңын Аллах қана шешуші. बेहतरीन नताइज इनके कामों के पैदा फरमाता है क्योंकि हर चीज़ का फैसला
खुदा ताला नहीं करना है। Сондықтан Аллах тағаланың алдында қорқып, оның әмірі мен насихатына негізделген әрбір іс берекелі де хайырлы болады. खशियत दिल में रखते हुए किया जाए तो यकीनन Егер біз барлығымыз осы негізгі заңдылықты түсінетін болсақ, Аллах тағаланың мейіріміне бөленгендердің қатарынан боламыз. से हर एक समझ ले तो अल्लाह ताला के फजलों को हासिल करने वाले बनते चले जाएंगे। आपने यहाँ Енді сіздер осы Мағдиябадта мешіт салдыңыздар. Ал бұдан бірнеше күн бұрын Фулк пен दिनों में Виспаденде жаңа мешіттер ашылды. सीजन में भी Германия жамағаты Аллах тағаланың қалауымен 100 мешіт бағдарламасы аясында мешіттер салуға лайық болып мүмкіндік алды. अल्लाह ताला के फजल से मस्जिदें बनाने की तौफीक पा रही है और यकीनन Бұл нәрселер біздің ғибадаттарымызды арттырып, Аллах тағаланың әмірлерін орындауымыз үшін жасалып कर жатыр. रहे हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म Сіздердің Пакистаннан осында келулеріңіздің मयार қаржылық жағдайларыңызды жақсартты. Ал бұл нәрсе сіздер Аллах жолында құрбандыққа барып, करके оның үйін салып, сол жерде намаз оқып, Хақ тағалаға деген құлшылықты еселеп арттыруға жол ашуы керек. ये बात हम में से हर एक को इस तरह तवज्जो दिलाने वाली होनी चाहिए कि हम Бұл жер Пакистанның заңы сияқты діндеріңізге қысым жасап, और उसका घर तामीर мешіттерді салдырмай, еркін ғибадатқа қарсы болып жатқан жоқ. नमाज Керісінше, барлығына рұқсат беріп, क़याम कर सके, мешіттер салуларыңызға қолдау білдіріп отыр. अपनी Сондай-ақ бұл жерде Аллах тағаланың біздің қаржылық әл-ауқатымызды берекелі етіп отыр. ताला की तरफ Сондықтан әрқайсымыз Аллах тағаланың әмірлерін тиісінше орындап жүрміз бе деп ойлануымыз керек. हक अदा कर सकें। पाकिस्तान में हमें मजहबी आज़ादी नहीं है, वहाँ मुल्की कानून Біз Хазіреті уәделенген Масихқа алейхиссалам баят беруіміздің себебі рухани байлық және көркем мінезділікті арттыру еді. कि हम यहाँ वहाँ अल्लाह ताला Біздің мешіттер назарларымызды осыған аударуы тиіс. Және осында тұратын әрбір мұсылман Ахмадидің санасы мен жүрегінде осы ойлар болуы қажет. हम पर अल्लाह ताला ने Ол діни сауапты істерге ұмтылып, сол कोई सोचना сауапты істерімен дәлелдеу керек. Егер олай болмаса, उसके बंदों мешіт салудың еш мәні де болмайды. को अदा करने की भी Яғни әрбір мұсылман Ахмади шынайы құлшылыққа мән беріп, жамағатпен оқитын намазға ден қоймаса, салынған мешіттің мән мақсаты толық болмайды. रूहानी Олардың барлық назары Хақ тағалаға қарай бағытталуы керек. तो हमारी Егер олардың ойлары шашыраңқы болса, олар сол ойды Хақ тағаламен құлшылыққа қарай бұруы тиіс. तवज्जो दिलाने वाली हैं और Олар құлшылық кезінде Хақ тағаламен тікелей байланысатынын түсінуі керек. और इस पर Сондықтан олар намаздарын, маңдайларын құр босқа жерге ұрумен орындамасын. जो हर एक Олар сәждеде жатқан кезде тек қана арабша сөздерді емес, अपने сондай-ақ өз тілдерінде де дұға жасауы тиіс. दिमागों में भी रखनी चाहिए, दिलों में Олар Хақ тағаламен болған сұхбатқа лайықты құлшылық жасаулары қажет. मस्जिदें बनाना बेफायदा है। बस हर अहमदी को याद रखना चाहिए कि उनका Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам पूरा नहीं होगा, тақуалы адамдардың қырларын айта отырып, उस वक्त पूरा होगा олар намаздарын толық оқиды. खालिस होकर Яғни олар құлшылықтарын қажетті деңгейге дейін көтереді. और अपनी नमाज Тақуалы адам өз құлшылығын шамасы келген жерге дейін көтереді. मस्जिद में Бірақ кей кезде олардың да құлшылық деңгейлері төмендейді. Кейін ол төмендеген құлшылығын қайта көтереді. Яғни ол Аллах тағаладан қорқу арқылы өз намазын түзейді. होती है Алайда әртүрлі ойлар мен қауіпті пікірлерді नमाज की तरफ қалыптастырудың кесірінен құлшылық деңгейі төмендейді. हकीकत को समझेंगे Бірақ соған қарамастан өз нәпсісі мен
алма кезек күресе отырып құлшылық деңгейін көтереді. बातें करने का मौका मिल रहा है Яғни оның иманы мен құлшылығы төмендеп кетсе де, तो सजदे नहीं कर ол бар күшін салып, қайта көтеріп қалпына келтіруге тырысады. ऐसी Бұл नमाज жағдай Аллах Тағала оны өз сөзімен насихаттап, айқын жеңіске жеткізгенше жалғаса береді. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मुत्तकी की सिफात बयान करते हुए हकीकी मोमिन की सिफात बयान करते हुए फरमाते Кейін Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам былай дейді: हैं वाले हैं वो नमाज को खड़ी Хақ Тағаланың тура жолға салып, бағыт беруінің мәні неде? Намазды толық орындайтын күйде, हो सकता है яғни намаздың биік дәрежесін қалыптастыру үшін болған күресте, गिर पड़ती है олар Хақ Тағаланың бағыт насихатына лайықты болады да, फरमाया сол сырлы дүние арқылы Аллах Тағала оларды намазсыз дүниенің еш мәні қалмайтындай, намаз олардың жанының азығы болатындай дәрежеге жеткізеді. Олар намаздан шөлдеп қаталаған адам шөлін суық сумен қанғанша ішіп, ләззат алып рахаттанатындай күйде болады. दिलों के वस्फ से Немесе ол адам қарны ашып, таңдаулы тағамды жеп, сол арқылы қуанып рахаттанатындай күйге түседі. जो अल्लाह ताला की तरफ से तवज्जो फेर Дәл осы ләззат пен рахаттың күйі करना है тақуалы адам намаз оқығанда пайда болады. उसको खड़ी करना यही है Намаз арқылы ол ләззаттың ең биік шыңына жеткендігі соншалықты, लेकिन अगर онсыз ол уайым мен қайғыға түседі. तो फरमाया Бірақ ол намаз оқыған кезде оның жүрегі кез келген адам сезіне алмайтын ләззат пен рахатты сезінеді. नमाज को Бұл керемет ләззатты сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. नमाज तो गिरती है तो जो इधर उधर चली जाती है बाज़ दफ़ा लेकिन तकवा ये तकाजा करता है Ары қарай Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам былай дейді: फिर नमाज को खड़ा करें сол үшін де намазды барлық назарды салып зейінмен оқу керек. और खुदा ताला की तरफ लेकर आए Намаз бұл барлық жақсы қасиеттердің дамуының тамыры мен сатысы. कोशिश से बार बार उसे खड़ा कर Сондықтан да намаз мүминнің миғражы, сол арқылы ол Хақ Тағалаға жетеді делінген. तो इस बात की कोशिश करता रहे कि मैंने अपनी नमाज के आला मयार हासिल करनी है तो फिर एक वक्त ऐसा Яғни біздің мешіттеріміз осындай намаздарды оқу үшін салынуы керек. अपने कलाम के जरिए Біздің мешіттер біздің назарымызды осындай миғражға ие болуға аударуы тиіс. Сол миғраж арқылы біз Хақ Тағаламен тілдесуге лайықты боламыз. Бұл биік дәрежеге жету мүмкін емес деп қамығудың керегі жоқ. करने उसको कायम करने की कोशिश Аллах Тағала адам баласын бұл жоғарғы дәрежеге тынбай талпынып, कि नमाज үнемі тұрақтылықты ұстанған кезде алып келеді. जो पैदा हुई नमाज की जरूरत Көптеген адамдар маған хат жазып, осы тақуалықтың биік дәрежесіне करने के बाद әрі намаздағы ойды шашыратпай, қалай жинақы ұстауға болады деп сұрақ қояды. खुराक है खाना खाना जरूरी है इंसान के जिस्म के लिए इसी तरह रूहानी नशो नुमा के लिए नमाज का हिस्सा बन जाती है ग़िज़ा बन जाती है Бір адам Хазіреті уәделенген Масихқа алейхиссалам келіп, ग़िज़ा के बगैर ज़िंदगी नहीं रहती менің жүрегімдегі болып жатқан нәрселердің кесірінен जिस तरह मादी ग़िज़ा намаз оқып тұрғанда еш ләззат та алмаймын, өксіп те жыламаймын. और सिर्फ यही नहीं Мен осы үшін уайымдап жүрмін. रखने के लिए ग़िज़ा Намаз кезінде бөтен ойлар еш себепсіз кіріп кетеді де мені мазалай бастайды. कि ये ग़िज़ा ऐसी Десе де мен оларды ойымнан шығаруға тырысамын деді. फरमाया कि नमाज में उसको वो लज्जत और ज़ौक़ अता किया जाता है जैसे सख्त प्यास के वक्त ठंडा पानी पीने से हासिल होता Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам болса, है रग़बत से उसे पीता है бұл сол бөтен ойлардан жеңілмей күресіп қарсы тұратындай мүмкіндік берген Аллах Тағаланың адам баласына берген мейірімі. Әрі бұл сондай күй, сол үшін адам баласы сауапқа кенеледі. और ठंडा पानी मिल जाए Адам жан дүниесінің үш күйі бар. Біріншісі нәфс әл-амара, яғни зұлымдыққа итермелейтін жан дүние. हकीकी हिदायत याफ्ता को Бұл жай күйде болған адам ненің харам екенін де білмейді.
कोई भूखा हो Екіншісі нафс әл-ауама, उसे निहायत आला किस्म का खुश яғни खाना өзін मिले, өзі кінәлайтын жан उसे дүние. खाकर Бұл жай күйде адам баласы істеген теріс қылықтарына ऐसी өкініп, हकीकत में खुशी हकीकी नमाज күнәлі पढ़ने वाले істері үшін тәубеге келеді. बस ये वो नमाज Ондай адам өз нәпсісінің құлы емес. में नमाज है Қандай да бір деңгейде осындай күйде болу міндет. Осындай күйде болған кезде क्योंकि आपने еңсені түсірудің қажеті жоқ. Өйткені нақ осы күйде адам баласы орасан зор сауапқа ие болады. जिसके बगैर वो सख्त Аллах тағала оған өз нұры мен тыныштығын түсіреді. शही Аллах тағаланың мейірімі адам баласына дәл сол күйде болған кезде түседі. बड़ा इस्तराब Оның бұрынғы қалпы жойылып, नहीं महसूस कर нәпсісі құрықталады. लेकिन नमाज Адам баласы бұл істен болдырып, шаршамау керек. सुरूर और ठंडक महसूस Ол міндетті түрде сәждеде жатқан кезде, я құдіретті де мәңгі өлмес Раббым, अल्फाज में мен сенен сенің жәрдеміңді сұраймын деп дұға жасауы тиіс. जो नमाज हकीकी नमाज पढ़ने Алайда ескере кететін бір жайт. आपने Бұл फरमाया істе асығыстық таныту өте қауіпті. नमाज में Исламда адам баласының ерік жігері мықты болуы керек. सवार कर पढ़ना चाहिए Әрі көптеген күш салып тырысқанның арқасында шайтанның шабуылы азайып, уақыт өте мүлдем жойылады дейді. मेराज है और इसके जरिए खुदा ताला तक पहुंचा जा सकता है बस मस्जिदें Әрқашан естеріңізде болсын, बने तो ऐसी асығыстық жасамаңыздар. करने के लिए बने मस्जिदें Хақ тағаланың жолын мықтап, ұстап, оған құлшылық ету керек. महाराज को हासिल करने के Нәтижесінде шайтанның жеңіліске लिए ұшырап, चाहिए हमारी қашатын уақыты келеді. यही वो जरिया Алайда сіздер асығыстық жасап, табандылық танытпасаңыздар, खुदा ताला से шайтанның арбауына түсіп қаласыздар. Әдетте адам баласы асығыс, कि ол нәтижеге бірден жеткісі келеді. मुसलसल कोशिश Бірақ нәтижеге бірден қолы жетпесе, ये मुकाम अल्लाह ताला ол намаздың дәрежесінің биіктеуі мүмкін емес деген сияқты сөздерді айта бастайды. मुझे भी कि नमाज में तवज्जो कायम नहीं रहती तो यही इसका इलाज है कि कोशिश करके बार बार तवज्जो कायम रखे Осы дүние үшін हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ғана құлшылық етуден аулақ болу керек. किया कि मेरा दिल आजकल Хақ тағала ондай құлшылықтарды қабыл етпейді. रिकत पैदा नहीं होती Алайда Аллах тағала біздің құлшылығымызды, жан дүниеміз бен діни қалпымызды жақсартып, оған жақындау ниетіміз болған кезде ғана қабыл етеді. पैदा होते रहते हैं अगरचे उनको बहुत रद्द करता हूँ ताहम वसावस पीछा नहीं छोड़ते क्या करूँ Аллах тағала ондай адамды өзіне жақын болуға лайық көреді де, оның барлық дүнияви қажеттіліктерін орындайды. Яғни Аллах тағала арнайы түрде गालिब नहीं होने दिया жалбарынып сұрайтын ереже бар. Яғни сол ережені мықтап ұстау керек. फरमाया कि जब ऐसी हालत हो कि इंसान इन वसूसों को गालिब ना आने दे अपने ऊपर Аллах тағаланың менен сұраңдар, әрі мен сендерге жауап беремін деген сөзінен кейін адам баласының хақ тағаладан сұрап, ал оның жауап бермей дұғаны қабыл етпеуі мүлде мүмкін емес. कि बदी क्या शे वो तो बदियां करता चला जाता है उसको तो कुछ नहीं पता लगता नफ्से लवामा है जो बदी करता है Осыған байланысты Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам намазда дұғалар мен дуруд шариф бар. इसमें जब Осының барлығы араб тілінде оқылады. एहसास पैदा हो Алайда पैदा हो उसको झटके сіздерге Аллах тағалаға өз тілдеріңізде жалбарынудың еш тыйымы होता है жоқ. तौबा करता रहता है Өйткені онсыз сіздер дамымайсыздар. Аллах тағала шынайы намаз жүректің түкпірінен шыққан егіліп жылау мен жинақылық болған кезде ғана пайда болады дейді. हालात और वसवसे आते हैं Ондай намаз оқитын адамдардың күнәлары да жойылады. सवाब मिल जाता है अल्लाह ताला Аллах тағала айтады, шын мәнінде сауапты істер күнәлі істерді жояды. और इस हालत में होना Бұл аяттағы хасанат сөзі сауапты іс намазды білдіреді. क्योंकि इसमें बड़े बड़े सवाब Толықтай жинақылық пен ыждағат етіп егіліп жылау नूर और सकीनत дұғаны өз ана тіліңде оқу арқылы келеді. वक्त आता है Яғни кей кезде дұғаны өз ана тіліңде айтып тұруың керек. और
Ең жақсы дұға ол Фатиха वो сүресі. बात हवा हो जाती Өйткені оның ішінде бүкіл है। дұғалардың इंसान को जиынтығы चाहिए бар. कि थक न जावे सजदे में या हय्यो या कय्यूम बिरहमते का अस्तगीस बहुत पढ़ा करो फरमाया सजदे में या Дихан हय्यो या адам, कय्यूम बिरहमते का яғни अस्तगीस егінші, बहुत पढ़ा करो өз кәсібінің याद रखो қыр-сырын ұққан कि кезде जल्दबाजी खौफनाक ол है тезірек әрі төте जल्दबाजी жолмен नहीं пайда करनी тауып жетістікке жетеді. इस्लाम में Сол इस्लामी इंसान сияқты को сіздер де मुहातिब बनना है хақ тағаламен кездесетін төте जो жол भी іздеп जल्दबाजी दिखाता है वो келесі मुहातिब नहीं है कोई сөздермен: नहीं Я Аллах, мен बरसों की сенің मेहनत күнәһар मशक्क़त के बाद пендеңмін, आखिर мен शैतान өте के қатты हमले қапалымын, कमज़ोर हो जाते हैं мені мархамет और ет वो деп भाग जाते हैं жалбарыныңыздар. बस ये Хақ रसूली тағаладан बात ұялмай, қызармай, हमेशा याद барлық रखने वाली है үлкенді, кішілі जल्दबाजी नहीं қажеттіліктеріңізді करनी жайында сұраңыздар. Өйткені ол шын мәнінде беруші. और Бар मुस्तकिल жанымен жалбарынып, अल्लाह ताला дұға को жасайтын адам पकड़े игілікке қолы жетеді. उसके आगे झुकते Өйткені रहना है आखिरी егер бір शैतान қайыршы адам मार сараңның есігінің алдына келіп, भाग जाएगा күнде қайыр сұрай берсе, लेकिन अगर күндердің जल्दबाजी күнінде दिखाई әлгі сараң адам бір нәрсе नमाज को бермеуге कायम रखने ұялады. की भरपूर कोशिश न की Сондықтан तो फिर इंसान ризық несібе беруші Хақ тағаладан сұрағанның ештеңе алмауы देखने में यही мүмкін आया бе? है कि इंसान जल्दबाज है Яғни кімде-кім сұрайтын खुदाई न болса, मिले күндердің бір күні तो कहता है сұраған कुछ फायदा нәрсесін नहीं алады. दुआएं करने का Дұға бұл ये намаздың बात екінші याद аты. रखनी चाहिए Бұл туралы Аллах कि тағала: सिर्फ менен сұраңдар, दुनिया ही мен दुनिया жауап беремін. Құлдарым इंसान अगर сенен मानता रहे мен туралы сұрағанда तो шын ऐसी दुआएं तो мәнінде सिर्फ мен अल्लाह ताला कबूल жақынмын. नहीं करता Мен дұға еткен адамның हाँ дұғасын қабыл अल्लाह ताला से етушімін अपनी дейді. रूहानी और दीनी तरक्की मांगी Алайда है кейбір адамдар оның अल्लाह бар ताला का екеніне कुर्ब मांगा күмәнмен जाए қарайды. तो अल्लाह ताला के Аллах करीब тағала आता है өзінің бар екенінің और дәлелі फिर ретінде: сендер менен शख्स की сұрап बुनियादी дұға ज़रूरियातें पूरी тілесеңдер, कर देता है мен сендерге жауап беріп, बस есіме अल्लाह ताला से аламын मांगने дейді. के लिए भी Егер हमें сіздер चाहिए оған көп дұға қылдық, алайда तो ол हमको चलना дұғамызды पड़ेगा қабыл етпеді дейтін болсаңыздар, ये किस तरह हो सकता мына है нәрсеге назар कि аударыңыздар. अल्लाह ताला एक तरफ तो ये फरमाए कि उदऊनी अस्तजिब लकुम कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं सुनूंगा Айталық, और егер दूसरी сіз तरफ अल्लाह алыста पुकारता रहे тұрған адамға сөйледіңіз, और алайда अल्लाह құлағыңыз жөнді естімейді. Әлгі адам жауап берген кезде हज़रत сіз मसीह құлағыңыздың अलैहिस्सलाम ақаулығынан оның жауабын को बयान फरमाते естімейсіз. हुए फरमाते Сондықтан हैं бұл бөгет कि жойылып, नमाजों में दुआएं аралық жақындаған кезде ғана сіз міндетті түрде оның дауысын естисіз. मगर तुम पर यह हराम नहीं Адамның жаратылу जुबान кезінен में бастап अपनी जुबान में Аллах दुआएं тағала मांगो өз құлдарымен тілдеседі деген खुदा का हुक्म है өзгермес нақты дәлел бар. नमाज वो है जिसमें तजर्रो Егер бұлай और болмағанда, हुजूर कल्ब уақыт өте келе адамдар Хақ тағала жоқ деген ойға келер еді. दिल को नरम करो Яғни оның खाशियत पैदा дауысын हो जाए естіп, немесе ये оны अल्लाह ताला के көру सामने оның बड़ा бар ऊंचा शुमारा екендігіне ең үлкен ऐसे ही дәлел. लोगों के गुनाह दूर होते हैं फरमाया कि Бірақ ऐसे ही Хақ लोगों के गुनाह тағаламен दूर होते हैं जिनमें तजर्रो одан сұрайтын адамның арасында उन्होंने бөгет फरमाया болса, ол Хақ тағаланың इन дауысын हसनात ести алмайды. युज़हिबन सय्यिआत Ол Хақ тағаланың дауысын осы бөгеттер жойылған кезде ғана यानी नेकियां естиді дейді. बदियों को दूर करती हैं यहाँ हसनात के मानी नमाज के हैं और हुजूर और तजर्रो अपनी ज़ुबान में मांगने से हासिल होता है यानी Демек, जो तजर्रो бұл पैदा Хақ होती है тағала мен адамның इंसान का арасындағы दिल бөгетті पिघलता है жою керек. Сонымен қатар Аллах тағаланың वो бар әрі अपने бір ज़ुबान में екеніне खाक मांगे сеніп, तो भी पैदा оған होता है жақындайтын болса, Аллах тағаланың оған өзі келемін बस деген уәдесі бар. फरमाया कि अपनी ज़ुबान में Бұған दुआएं मांगा байланысты करो ардақты болған फरमाते हैं Аллах елшісі саллаллаху अल्लाह алейхи ताला दुआएं уассалам सबसे былай बड़ी дейді: इनमें से Аллах тағала, दुआएं बड़ी егер құлым маған चाहिए бір қадам और उनसे жасаса, बेहतरीन दुआ мен оған екі қадам жасаймын. क्योंकि वो Ал जानने егер वाला құлым маған қарай жүрсе, мен оған жүгіремін дейді. सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने हमें एक दुआ सिखाई है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इसके माने बड़े वसी हैं Егер қандай да бір और кемшілік इसको болса, दुआ ол फरमाते हुए өзімізден. आप फरमाते हैं Сондықтан Аллаға कि जब өзіміз जिम्मेदार को жақындауымыз керек. जिम्मेदारी Сондай-ақ का ठप आ бізге जावे оның жәрдемін сұрайтын, әрі तो वो оған जिम्मेदारी жақындайтын дұғалар жасауымыз қажет. जिम्मेदारी के सिराते मुस्तकीम पर पहुंच जाएगा जब जिम्मेदार है एक उसको खेती बाड़ी करने का तरीका आ जाए जिम्मेदारा करना आ जाए
हल चला Biz रहा है Hazreti uәделенген Масихқа алейхиссалам баят бердік деп талаптандық. Сондықтан да біз Аллах жолында ақиқатты қозғалысқа бар күшімізді салуымыз керек. ये हालत हो जाती है Hazreti uәделенген Масихтың алейхиссалам адамдарды исламмен таныстыру үшін мешіт салу керек деген бір ғана өсиетіне амал ету жеткіліксіз. तुम खुदा के मिलने की सिरात में Керісінше ол нәрселерді іс жүзінде де жасауымыз керек. या इलाही Біз сондай-ақ Хақ тағаладан үнемі жәрдем сұрап тұрған кезде ғана ол бізге жетістікті нәсіп етеді. अदना और आला से अदना और आला सब हाजतें बगैर शर्म के खुदा से मांगो कि असल मोती वही है वही देने वाला Осыған байланысты Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам जो बहुत दुआ करता है क्योंकि अगर किसी естеріңізде болсын, баят берген кездегі тәубе ету берекені тудырады. करेगा Адамның ісі дінді осы дүниеден жоғары қоятын болса, और वो खुदा जो बेशक алға басып дамиды. ऐसा करीम है इसकी मिसाल कोई नहीं Алайда бұл нәрсе сіздердің қолдарыңызда тұрған жоқ. Ол үшін Аллах тағаланың жәрдемі қажет. पा लेता है Бұл туралы Аллах тағала, दूसरा नाम ही दुआ ал біз туралы ықыласты болғандарды күдіксіз біз оларды тура жолымызға саламыз дейді. पुकारो मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा फिर फरमाया वाइदा सआला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब Ешқандай күтім жасалмаған дәнектің қурап жоғалғаны сияқты इजादान оны еске алып, оған мына сөздермен: «Я Хақ тағала, бізге өз мейіріңді төгегер» деп дұға жасамасаңыздар, करने वाले की दुआ сіздердің де мойындауларыңыздың өзі Аллах тағаланың мейірімін таба алмайды. फरमाया Хақ тағаланың көмегінсіз рухани өзгеру мүмкін емес дейді. लेकिन अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मेरी हस्ती का निशान ये है कि तुम मुझे पुकारो और मुझसे मांगो मैं तुम्हें पुकारूंगा और जवाब दूंगा और तुम्हें याद करूंगा अगर ये Адам баласы өздігінен рухани жетістікке жете алмайды. ये कहो कि сондықтан पुकारते हैं, तो जवाब नहीं देते Оған तो देखो Аллах тағала फरमाते हैं देखो өз мейірімі мен жәрдемін беру үшін дұғада болу तुमसे керек. बहुत दूर है पुकारते हो और Кейін Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам दूसरे ұры қарылардың, नक्स भी है тонаушылардың, कान भी थोड़े से зинақорлардың және де басқа да қылмыскерлердің жай күйі үнемі бірдей болмайды. वो तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हें जवाब देगा Керісінше кейде оларда ұялу болады. दूर से जवाब देगा Ондай күй әрбір күнәһарда болады. बन के सुन नहीं सकोगे Бұл нәрсемен әрбір адамның жаны сауапты іске құмар екені дәлелденеді. बस फरमाया कि जूं जूं Демек, तुम्हारे оған रूहानी पर्दे और Хақ тағаланың жәрдемі қажет. दूरी दूर होती जावे Сондықтан да 5 уақыт намазда Фатиха сүресін оқу әмір етілген. जितना अल्लाह ताला Бұл करीब сүреде आती जाओगे, कोशिश कर саған ғана құлшылық қылып, сенен ғана медет жәрдем тілейміз деген сөздер бар. हुई है Сүренің бұл сөздерінде екі нәрсеге байланысты мазмұн жатыр. कलाम होता है Яғни өз мүмкіндігіңді пайдаланып, तो रफ्ता रफ्ता әрбір іске күш салу керек. कि उसकी Бұл нұсқау біз құлшылық етеміз деген сөздің мазмұнында जरिया қамтылған. अल्लाह की हस्ती के सबूत का सबसे बड़ा जरिया Өйткені यही है құр жай ғана дұға жасап табандылық танытпаған жетістікке лайық болмайды. दार ये गुफ्तार या देख लिया Бұл егін еккен соң еш күш салмай қарап тұра беретін диқанның ісіне ұқсас. Осындай жағдайдан кейін और इसके ол мол өнім аламын деп қалай үміттенсін? उस वक्त तक हम सुन नहीं सकते Бұл өзгермейтін Аллахтың заңы. तो उसकी आवाज सुनाई दे Егер сіз егін еккен соң құр дұғада ғана болсаңыз, еш өнім ала алмайсыз. उठाने की जरूरत है Екі диқанды алып мысалға келтірейік. तो जो मेरी तरफ Олардың біреуі жерін өңдеп көп еңбек етеді. मेरी जात की हकीकत Ондай диқан міндетті түрде еңбегінің жемісін көреді. मैं भी उसकी तरफ आऊंगा Ал екінші диқан болса, हाँ हजरत еш тер төкпейді, әрі күш салмайды. पता है Оның алған өнімі салығын жабуға да жетпейтіндіктен ол кедейлікте өмір сүреді. पता चल के आता है तुम्हें Дәл сол сияқты жағдай дінде де көрініс табады. नक्स है तो हमारे Істеген амалдарына байланысты адам баласы еш пайда әкелмейтін екі жүзді болады, रास्ते немесе басқа адамдарға үлгі боларлық
шоқ жұлдыз іспетті әулие әрі салихалы адам болады. करने के लिए Әрі бұл адамдар Аллах тағаланың алдында аса мәртебелі дәрежеге ие. इस्लाम की Кейбір адамдар में आने का दावा намазды 40 жыл оқыса да жай күйлері जरूरी है, дінге енді ғана келген адамнан айырмашылығы болмайды. पूरी कोशिश करें। हज़रत मसीह मौला Олар өздерін тәрбиеге алмаған. एक बात पर अमल कर लेना Олар 30 күндік оразаның да әсерін сезбейді. इस्लाम का तारुफ हो, Көптеген адамдар ұзақ уақыт құлшылық жасап тақуалыққа жетсек те Аллах тағаладан ешқандай жәрдем көрген емеспіз деп шағымданады. की जरूरत है। और जब कोशिश के साथ अल्लाह ताला की मदद मिलेगी तो फिर ही कामयाबी होगी। चुनांचे इस बात को बयान करते हुए Бұл нәрсенің ең басты себебі कहते हैं, олардың құлшылығы жай бір әдет сияқты. तौबा के इकरार में Олардың бойында рухани жағынан дамиын деген ой мүлдем жоқ. दीन को Олар күнәдан да бойымды аулақ ұстайын деп те айтпайды. Әрі шынайы тәубе етейін деген ниеттері де жоқ. कर ली, बरकत पैदा हो गई। Сондықтан олар साथ ये शर्त орындарынан жылжып алға баспайды. रखूंगा तो फिर तरक्की भी Ондай адамдар малға ұқсайды. तुम रखना तुम्हारे Олардың құлшылықтары өздеріне Аллах тағаладан құлдыраудан басқа еш нәрсе әкелмейді. चाहिए। Шынайы намаз өзімен тек қана वल्लज़ीना рухани дамуды әкеледі. लनहदैयन्नहुम Мысалы, सुबुलना дәрігер науқасты емдеп 10 күн қатарынан бір дәріні қолданды делік. जाम कर रहनुमाई पर पहुंच Ал науқастың жағдайы күн сайын нашарлап барады. फरमाया कि जिस तरह वो Егер науқас бірнеше күнде жақсы жағына қарай оңалмаса, का बदू ол бұл дәрінің науқастың табиғатына сай екеніне күмәндана бастайды. इंसान बोता है या इंसान लगाता है, Сол үшін де бұл рецепті ауыстыру керек. पूरी तरह मेहनत से पाला ना जाए Бір сөзбен айтқанда құлшылықты салт дәстүр сияқты қолданбау қажет дейді. तो वही बरकती पड़ती उगता ही नहीं, या उगेगा तो बहुत कमजोर होगा, बल्कि खुद भी फना हो जाता है। इसी तरह Сіздер өз құлшылықтарыңыздың амал тәсілдерін өзгертулеріңіз қажет. फरमाया कि इस इकरार को दीन को Сіздер неліктен इकरार को Аллах тағала адамдардың барлық дұғаларын қабыл етемін деп уәде берген соң біздің дұғаларымызды қабыл етпейді екен деген होगा ойда болуларыңыз керек. कि बगैर इमदाद इलाही Шынайы жасалған ғибадат адам баласын хақ тағалаға жақындатады. कभी तो इंसान में तब्दीली आ जाए, अल्लाह ताला Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам मांगने के लिए ғибадаттың шынайылығын түсіндіре отырып, करनी पड़ेगी। फरमाया कि चोर बदमाश шын мәнінде барлық намаз дұға болып табылады. बल्कि Намазда айтылатын әрбір сөз дұға. Егер адам баласы намаздан ләззат ала алмаса, ол адам होता है жаза алуға дайын болуы тиіс. बस इस ख्याल के वास्ते Құлшылық етпейтіндер өздеріне күйреуді жақындатады. इसीलिए Мысалы, бір नमाज में билеуші қайта-қайта жапа шеккен адамдардың мәселелерін шешіп беремін десе, और फिर इय्या का नस्तईन оның қиын жағдайға देरी करते हैं, оның қиын жағдайдағы барлық адамның мәселесін шешіп беремін дегені. Сонымен қатар ол әлсіздерге қамқорлық көрсеткендіктен мейірімді жандарының бірімін дейді. एक काम करने के लिए जो इंसान Ал дәл сол кезде оның жанынан бір қиындыққа тап болған адам өтіп бара жатыр да, бұл билеушінің сөзіне еш мән бермеді делік. ये इशारा है ना Ол кісі билеушіден еш нәрсе сұрамады да, өз қиындықтарын да айтпады. मेरी दुआ करता है, Нәтижесінде ол адам күйреуден басқа еш нәрсеге жолықпайды. तेरे दुआ से Аллах тағаламен болатын жағдайда дәл осы сияқты. भी नहीं हो सकता। Ол адам баласына अगर जदोजहद ना барлығын беріп қамтамасыз ете алады. Алайда одан сұрау керек дейтін шарты бар. करे, अल्लाह ताला की सुन्नत है ये। अगर बीच Дұға қабыл болу үшін адам баласы хақ тағалаға қарсы шығудан сақтану керек. आते हैं, उसकी गोडी नहीं करते, उसकी निगहदाश्त नहीं करते, Өз дұғасында ол табанды түрде бар күш-жігерін салу керек. Өйткені तो सख्त मेहनत тасты екінші таспен қатты ұрған кезде ғана ұшқын пайда болады дейді. ये तो जरूर कामयाब होगा। दूसरा किसान मेहनत नहीं करता या कम करता है, उसकी पैदावार हमेशा नाकस रहेगी, जिससे वो शायद सरकारी Демек, біздің құлшылықтарымыз бен амалдарымыз тек Аллах тағаланың разылығы үшін болса, Аллах тағала біздің уайымдарымызды тыныштыққа айналдырады. उन्हीं में
Әрқашанда естеріңізде болсын, निकम्मे біздің бұл жерден бір нәрсеге ие болуымыз тек Аллах тағаланың мейірімі арқылы ғана. लोग हैं, एक Оның мейіріміне ие болу үшін міндетті түрде құлшылық жасап, оның құлдарының құқықтарын сақтау керек. में साले लोग भी हैं। Әрқайсыларыңыз өздеріңізге есеп беріп, қаншалықты құлшылық жасап жүргенін, Хақ тағаламен байланысы қалай екенін қарауы қажет. से नमाज पढ़ते हैं, Осыған ол रोजे वली है қаншалықты күш-қуат салады екен, और कोई तब्दीली नहीं। әрі оның намазына қаншалықты дүниелік істері кедергі келтіреді екен. रोजे भी रख लिए। Біз әрқашанда ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам बहुत लोग कहते हैं कि हम बड़े мұсылман мен кәпірдің арасын бөлетін нәрсе ол намаз деген өсиетін естен шығармауымыз керек. दावा तो मुत्तकी होने का है। और बड़े नमाज Демек, оның бұл насихаты жүрегімізге қорқыныш ұялатуы тиіс. Яғни шынайы иман келтірген деп 5 уақыт намазын оқитын адамды айтамыз. ज़ाहिरी इबादत Ал олай болмағанда мұсылманның кәпірден еш айырмасы болмайды. वही नहीं। ये कोशिश नहीं करते कि तलाश करेंगे मेरे अंदर कौन कौन से गुनाह हैं। सच्ची तौबा की तलब ही नहीं, गुनाहों की तरफ Аллах тағала कौन намазды тек жеке оқуды ғана бұйырған жоқ. Ол сондай-ақ намазды жамағатпен оқуды бұйырды. बस वो पहले कदम पर ही रहते Риуаяттарда айтылғандай, ऐसे इंसान жамағатпен оқылған намаз жеке оқылған намаздан 27 есе артық. ऐसी नमाजें खुदा की तरफ से वैल लाती हैं, कबूल नहीं होती, बल्कि मुंह पे मारी जाती हैं। नमाज तो वो है जो अपने साथ तरक्की ले Біз осы нәрсеге назар салмасақ, нағыз бақытсыздық сол болмақ. एक नुस्खा वो 10 रोज Егер біз мешіттер салатын болсақ, мешіт алдындағы міндеттерімізді жақсылап атқаруымыз керек. तो बीमार Біз ғибадаттарымыздың деңгейін көтеруіміз қажет. Біз қаржылық құрбандықтардың орындалуына мән беруіміз керек. नहीं है, Біз көркем мінезділікті арттыруымыз қажет. बदलना पड़ेगा। सोचना Біз жақсы, сауапты істер жасап, का दावा है कि मैं कोई दुआ कबूल қалғандарын да осыған шақыруымыз керек. बस इबादत वही Біз бұл қоғамның жамандығынан өзімізді де, өзгелерді де қайтаруымыз қажет. फरमाते हुए आप फरमाते हैं Әйтпесе біздің берген баяттарымыз құр сөз болып қана қалады. एक लफ्ज जो बोलता है वो निशाना दुआ का होता है। अगर नमाज में दिल न लगे तो फिर अजाब के लिए तैयार रहे, क्योंकि जो शख्स दुआ Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам сөзін әрқашан есте ұстаңыздар. एक हाकिम है जो बार बार इस अमर की निदा करता है। Сіздердің ниеттеріңіз бен Хақ тағаланың ниеті бір-біріне сәйкес келетіндей жағдайда жетулеріңіз керек. हाकिम वक्त ने ऐलान किया Оның разылығы сіздердің разылықтарыңызбен сәйкесуі керек. मुश्किल वालों की Сіздердің менікі дейтіндей ештеңелеріңіз болмауы тиіс. बहुत रहम करता हूँ, Сіздер толығымен Хақ тағалаға бағынышты болуларыңыз қажет. जो कि मुश्किल में मुब्तला है। Тазалану деген бұл адам баласында иман мәселесі мен басқа да мәселеде Хақ тағаладан еш қарама-қайшылық болмау. गुजर जाता है और परवाह नहीं करता। Аллах тағала адам баласының ниеті мен разылығын өз ниеті мен разылығына біте қайнасқан көрмейінше ешкімге еш уақытта жәрдем бермейді дейді. इंसान को आराम देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उससे दरख्वास्त करे, कोई उससे दरख्वास्त करे। कबूलियत दुआ के लिए ज़रूरी है कि नाफरमानी से बाज रहे, Ары қарай दुआ बड़े ज़ोर से करे, уәделенген Масих алейхиссалам पड़ता है तब आग पैदा होती है। बस जब ये हालत हम мен еш уақытта өз жамағатымның көптігіне қуанбаймын. कि हमारी नमाजें भी Жамағатымның саны 4000-ға жетсе де, жамағаттың шынайылығы менің қолыма तो फिर баят бергенмен өлшенбейді. ताला भी हमारे खौफों को हमेशा अमन में Баятта көрсетілген шарттарға сәйкес келіп, बात हमेशा याद रखें। рухани өзгерістер пайда болып, आकर जो कुछ हमें मिला өмірі барлық лас нәрселер мен күнәлардан тазарып, Аллах тағаланың қалауына жағып, भी шайтан лағнеттің арбауы мен тырнағынан аман болып, Аллах тағаланың алдындағы әрі адамдар алдындағы міндеттерді шынайы түрде атқарып, इसके उसके өзіндегі нәпсіні сындырып, जरूरी है। діннің таралуы үшін уайымдап, өзін Хақ тағалаға тапсырған кезде ғана шынайы жамағат бола алады. किस हद तक Аллах тағала айтады:
мен тура नमाज को жолға क्या салғаннан कोशिश कर रहे हैं। басқаларың इस हद तक адасудасыңдар. खुदा ताला से Мен көз हमारे бергеннен ताल्लुक है басқаларың उसकी соқырсыңдар. कोशिश कर रहे हैं। Мен өмірлік इस हद шәрбатпен तक сусындатқаннан दुनिया के बाद басқаларың हमारे दिमागों өлісіңдер में дейді. हायल है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हमें हमेशा सामने रखना चाहिए कि कुफर और ईमान के दरमियान फ़र्क करने वाली बात Аллах тағаланың ас-саттар, кемшіліктерді жасырушы деген көркем есімі бар. नमाज कुफर और ईमान के Егер де दरमियान Аллах उसी से тағала होगा, адамның ішкі жан дүниесі мен кемшіліктерін नमाज छोड़ दी। бір-бірінің алдына ашып ये इरशाद тастағанда, हमें हिला देने олар, वाला होना चाहिए। яғни адамдар бір-бірімен араласпай, тіпті жанына да жоламай қоюы әбден мүмкін еді. वरना इसमें और एक काफिर में कोई फर्क नहीं है। नमाज बाजमात पढ़ने वाले को का सवाब भी अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि नमाजें पढ़ो, Аллах тағала кемшілік жасырушылардың ең шебері. 25 गुना Ол адамдардың кемшілігінің жайылуына жол бермейді. बयान किया गया। Әрбір адам сауапты іс жасауға ұмтылу керек. अगर बगैर किसी Сондай-ақ әрбір адамның дұға жасаудан қолы босамауы тиіс. फिर हमारी किस कदर बदकिस्मती है। बस अगर हमने मसाजिद बनाई हैं तो मस्जिदों के हक अदा करने की भी ज़रूरत है। Естеріңізде болсын, Хақ тағаланың менің жамағатымды басқа адамдардан үстем қоятындай ешқандай себеп жоқ. नेकियां करने Өйткені Хақ тағала ешкімнің туысқаны емес. दूसरों को नेकियां करने की Не себепті Аллах тағала сізге құрмет көрсетіп, қамқорлық таныту керек те, ал басқаларды масқаралап жазалау керек. वरना Қасиетті Құран кәрімде Аллах тек тақуалардан ғана қабыл етеді делінген. हमें हज़रत मसीह मौला Тақуа адам деп इस इरशाद Аллах тағаланың қалауына қарсы келетін амалдарды тастай алғандарды айтамыз. जाओ कि खुदा ताला के Олар इरादे өз को нәпсілерін, जामे। бұл дүние мен оның ішіндегіні еш уақытта Аллах тағаладан жоғары қоймайды. उसका हो जावे। सफाई Иман осындай таңдау жасалғанда білінеді. अमली और एतकादी मुखालफत Кейбір адамдарға айтылған сөз бір құлағынан кірсе, екінші құлағынан шығып кетеді. इसका इरादा Оларға қанша ақыл кеңес берсең де қабылдамайды. नहीं है। Естеріңізде болсын, Аллах тағала еш нәрсеге бағынышты да, мұқтаж да емес. जो बात Сіздер көбірек құлшылық етпейінше, ол сіздерге қамқорлық танытпайды. भी या इससे भी ज्यादा है, मगर हकीकी जमात के माने ये नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ बैत कर ली, बल्कि जमात हकीकी तौर से जमात कहलाने की Қараңыздар, तब मुस्तहिक हो सकती है егер біреудің жұбайы कारबंद हो, не баласы ауырып सच्चे қалды, तौर से उनमें немесе बात оның तब्दीली ісін पैदा हो сот जाए। қарап жатқанда जिंदगी бей-жай отырмай уайымдап кетеді емес пе? नफसानी ख्वाहिशात और Сол үшін де жүрек өрекпіп, лаулап, жанып, की रज़ा में महव рухың тағат таппай, толқымайынша құлшылықтың қабыл болуы екі талай. तौर से अदा करें। Әрі ол құр бос жасалған амал боп қалмақ. दीन के लिए उनमें एक Жаныңның тағатсыздануы ख्वाहिशात और इरादों дұғаның қабыл болуының шарты. खुदा के बन जाना। Бұл туралы Аллах тағала अल्लाह फरमाता है азап шеккенге кім жауап береді? जिसे मैं हदायत Ал оған жалбарынған кезде ол зұлымдықты жоя ма дейді. तुम सब मुर्दे हो मगर वही जिंदा है जिसको मैं रूहानी जिंदगी का शरबत पिलाऊं। इंसान को खुदा ताला की सितारी ढांके रखती है, वरना अगर लोगों के अंदरूनी हालात Кейін өзін және отбасының мүшелерін түзетуге байланысты Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам бұлай дейді. तो अल्लाह ताला की सितारी है जो हमारे ऐप ढांपे हुए हैं Аллах тағаланың жәрдемі әрқашан और एक दूसरे ізгілік пен жақсылық істеушілерге жаны құмар жандардың қасынан табылады. माया खुदा ताला बड़ा सतार है। Олар бір орында тұрмайды. को इतला Тек солардың ғана соңдары жақсылық болады. चाहिए कि नेकी में कोशिश करें। Біз алғашқы кезде кейбір адамдардың यकीनन қобалжуын, कि जमात के еңіреп жылауын, дінге деген құмарлығын көреміз. इम्तियाज Бірақ кейін олар тоқтап, орнынан жылжымай қалады. Ондай адамдардың соңы бақытты болмайды. कोई फर्क नहीं है। Аллах тағала Құран кәрімде क्या वजह है कि бізді, мені мен ұрпағымды ризығын, несібесін арттыра көр деген дұғаға үйретті. अल्लाह का रिश्तेदारी तो नहीं है कि जरूर हमें इज्जत दे और उनको जिल्लत दे और अजाब में गिरफ्तार करे। फरमाया कि
कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह өзінің жан дүниесінің жақсаруымен қатар жұбайыңмен де балаларың үшін де дұға жасауың қажет. Өйткені адам баласы көп жағдайда жұбайы мен баласы арқылы сыналады. नफ्स और ख्वाहिशात Байқасаңыздар, Хазіреті Адамның алейхиссалам अल्लाह ताला के मुकाबले бірінші сынағы жұбайы үшін болды емес пе? मुकाबले के वक्त लगता है। Сондай-ақ बाज लोग ऐसे होते Баламның हैं कि एक काम Мұса пайғамбарға алейхиссалам қарсы жасаған дұғасы да босқа кетті. इन बातों को दिल में नहीं उतारते, Әрі Тәурат кітабынан оның себебінен मगर वो білеміз. असर नहीं होता। याद रखो, Сол уақыттағы патша बड़ा बेनियाज Баламның әйеліне алтын бұйымдар сыйлап, बार इस्तिराब से оған өз күйеуі Баламды Мұса пайғамбарға алейхиссалам को किसी की बीवी या қарсы дұға жасауға көндір деп өтінеді. आ जावे तो इन बातों के वास्ते Яғни әйел бала шағамен болған сынақ адамға жиі ауыртпалық пен қасірет алып келеді. और हालत इस्तिराब Сол үшін де олардың түзелуі мен жақсаруы үшін дұға жасауымыз қажет. कबूलियत के वास्ते इस्तिराब शर्त है, जैसा कि फरमाया अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाआहु व यक्शिफुस्सू, यानी कौन Аллах тағала біздің рухани қалпымыздың күшеюін нәсіп етіп, जब वो खुदा से өзімізде әулиелікті қалыптастыруды жазсын. Аллах тағала біздің намаздарымызды биік дәрежеде орындауға жәрдем етсін. उन्होंने फरमाया कि Аллах тағала дүниелерімізді тазартсын, हो तो अपने अहल әрі бізді көркем мінезділіктің биік шыңына шығарып, сауапты істерді жасап, оны таратуды нәсіп етсін. जो हमेशा नेकी में आगे ही आगे कदम रखते हैं, एक जगह नहीं ठहर जाते, और वही हैं जिनका अंजाम बखैर होता है। बाज़ लोगों को हमने देखा है कि उनमें बड़ा शौक और ज़ौक़ और शिद्दत, Зұлымдық атаулыдан өзімізді де, ұрпақтарымызды да қайтарайық. और आखिर उनका अंजाम बखैर Мешіт құрылысынан кейін осы елдің барлығына исламның шынайы жолдауын жеткізейік. ज़रूरियत थी। Әрі ол адамдарды серігі болмаған жалғыз хақ тағалаға құлшылық жасайтындай етейік. अपनी हालत की पाक तब्दीली और दुआओं के साथ साथ अपनी औलाद और बीवी के वास्ते भी दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर फितने औलाद की वजह से Бұл нәрсе бірінші кезекте өзімізде рухани жақсы өзгерістер жасаған кезде ғана іске асады. पर भी औरत ही की Аллах тағала бізге осы мүмкіндікті нәсіп етсін. बलम का ईमान जो हब्त किया गया, असल में उसकी वजह भी तो रैत से यही मालूम होता है कि बलम की औरत को उस बादशाह ने बाज़ ज़ेवरात दिखाकर, Енді мен сіздерге бұл салынған мешіт туралы біраз мағлұмат бере кетейін. गरज इसकी वजह से भी अक्सर इंसान पर Бұл жер телімі Нахе елді мекенінен алыс емес. तो उनकी इसलाह की तरफ भी पूरी तवज्जो Біз бұл жерді Мағдиябад деп атадық. करना चाहिए। अल्लाह ताला Бұл жердегі жамағат шағын. यहाँ हम इन हालतों Бұл жер телімі сонау 1989 жылы сатып алынған. को कायम करके फिर उन्हें आला Бұл жердің бір бөлігі बनाने वाले हों, ауыл шаруашылығы ретінде қолданылады. पाक करने वाले हों, Жамағат оны жалға беріп қойған. नेकियों को Бұл жер сатып алынған кезде осы жерде фермерлік шаруашылық болған. से अपनी नस्लों को भी रोकने वाले हों और फिर माहौल को भी रोकने वाले हों। मसाजिद की तामीर के साथ इस्लाम का हकीकी पैगाम इस मुल्क के शहरियों Ол жерде бір ғимарат бар еді. Кейінірек бұл ғимаратты миссионерлік үй қылып қолдануға рұқсат алынды. वाले हों। Кейін бұл ғимараттың залын सूरत में हो सकता है мешіт ретінде қолдануға рұқсат алынды. अल्लाह तो दुनिया पैदा करे, अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। अब इस मस्जिद के भी बाज़ कवायद बयान कर देता हूँ। यहाँ Жасалған амалдардың барлығы ерікті түрде және қайырымдылық ниетте жасалынды. और Бұл екі қабатты миссионер үйі болып табылатын ғимарат ертерек салынған. मुकामी जमात यहाँ की छोटी थोड़ी सी है 2010 жылы жергілікті әкімшілік जगह जो бұл жер телімінің қағазын тұрғын үй құрылысына лайықты етті. 1989 में 1989 में Бұл жер телімі 12 жерге бөлінді. जो इसमें कुछ Кейін हिस्सा мешіт салуға рұқсат берілді. ठेके पर दिया हुआ Бұл 12 жерден жамағат екеуін ғана өзіне қалдырып, қалған сатып жіберді. जो जगह ली गई थी Бұл жерлерді сатқаннан кейін жамағат барлық жер телімін сатып алған ақшадан да көп пайда тапты. जो बड़ा हॉल था उसमें मस्जिद बनाने की इजाज़त भी मिल गई।
और वकार अमल के ज़रिए से सारे काम हुए। ये 2 मंजिला इमारत है, इसमें एक मरबी हाउस भी है, इसमें पहले ये बना हुआ था। फिर 2010 में Мен өзім 8 жыл бұрын келіп, осы мешіттің алғашқы іргетасын қойған болатынмын. Енді мешіттің құрылысы аяқталды. Бұл 2 қабатты мешіт. Оның аумағы 385 шаршы метр. Ол мешітте бір мезгілде 210 адам намаз оқи алады. Мешіттің 2-ші қабаты ерлерге, ал 1-ші қабаты әйелдерге арналған. Ол жерде әжетханалар мен дәретханалар бар. Бұл мешіттің құрылысына 560 мың евродай қаражат жұмсалған. Бұл қаражаттың 200 мыңнан астамы жергілікті жамағаттан жиналса, қалған қаражат 100 мешіт құрылысы қорынан бөлінді. और निचले वाला हिस्सा ख़वातीन के लिए बनाया गया है मस्जिद का। वज़ू और गुस्लखाने वगैरह की सहूलियात हैं। तकरीबन 5,60,000 यूरो में ये तमीर हुई थी, इसमें से 2 लाख यूरो Аллах тағала барлық жомарт жандардың өмірлері мен дүниелеріне береке берсін. के मुकामी अहबाब ने चंदा दिया है। Бұл салынған мешіттен кейін олар өз міндеттерін мен құлшылық ғибадаттарын бұрынғыдан да көбірек жасасын. Амин. इस मस्जिद की तामीर के बाद इबादत का हक पहले से बढ़कर अदा करने वाले हों। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.